Сәлем достар, бүгін сіздерменен өте дәмді, оңай дайындалатын, жаңғақ қосылған печенье рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін алдыменен сары майды холодильниктен шығарып, үй температурасында ерітіп қоямыз. 180 грамм жұмсақ сары майға 100 грамм қант ұнтағын қосамыз. Араластырамыз. Миксерменен немесе вилканың көмегіменен біркелкі масса болғанша араластырамыз. 1 жұмыртқа қосамыз. 1 лимон цедрасын қосамыз. 75 грамм ұнталған жаңғақ қосамыз. Және жарты шай қасық корица қосамыз. 250 грамм ұн қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болады, видеода көрсетілгендей. Кондитер мешокқа салып, табамызға пергамент қағазын төсеп, печеньеларымызға форма береміз, видеода көрсетілгендей. Немесе қолменен қамырымызды дөңгелектеп, ортасына жаңғақ қойып, форма берсек та болады. 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньеларымыз дайын. Енді печеньеларымызды қант ұнтағымен әрлейміз. Печеньелар өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес беремін. Отбасыларыңызға, балаларыңызға ұнайды. Егер менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.